0-ден бастап 1 жасқа дейінгі аралықта балаларға қандай кітаптар таңдауымыз керек, қалай оқытуымыз керек, және де кітап таңдауда ата-аналардың жіберетін қателіктер туралы айтамын. Сәлем баршаңызға достар. Бүгін мен сіздерге алдыңғы видеода уәде еткен біздің Мансұр екеуміздің оқитын кітаптарымыз туралы сөз қозғаймын. Балаға кітапты 0-ден бастап оқыта беруге болады. Бірақ өзінің порядоктары бар, өзінің правиласы, ережесі бар. 0-ден бастап 3 айға дейінгі аралықта түрлі карточкаларды көрсетеміз. Сол жерде ақ қара түсті карточкаларды, одан кейін қызыл, жасыл, сары, көк түстерді көре бастаған кезде алмастырып көрсетіп отырамын. Бұл видео 2 бөлімнен тұратын болады. Екінші бөлімде мен сіздерге 6 айдан бастап балаларға кітап оқытқан кездегі дұрыс оқыту, баланың қызығушылығын ояту үшін, және де баланың түсінігін қалыптастыру үшін, және баланың тілін дамыту үшін көмектесетін 5 этаптан тұратын ережені айтамын. Осы ережені орындайтын болсаңыздар, балаңыз кітапты сүйіп оқитын болады. Ол онымен кішкентайынан бастап привычка ретінде, әдет ретінде қалыптастырасыз, өмір бақи өзімен алып кететін привычка болады. Және де көптеген ата-аналар айтады, біздің балаларымыз кітап оқымайды, кітап оқуға қызықпайды деген сияқты. Өйткені сензитивтік кезеңдер деген болады дедім. Сензитивтік кезеңдер более чувствительный, благоприятный период бір нәрсені үйрету үшін балаға. Сондықтан баланың 0-ден бастап 6 жас аралығында сензитивный кезеңдер бар. Әр жаста өзінің чувствительный кезеңдері. Сол кезде біз мына кезде кітап оқытуға үйретеміз, мына кезде өз-өзіне қызмет етуге үйретеміз, мына кезде тағы бірдеңені үйретеміз деген сияқты сондай периодтарда жіберіп алмау керек. Именно кітап оқыту мінекей 6 айдан бастап дұрыстап тұрып зейін қоятын кезең, және де тілі дамитын кезең. 3 айдан бастап бала ішке жатқан кезде біз кітап оқуға мән береміз. Түрлі тактильді кітаптардан бастап берсеңіздер болады. Ең үлкен қателік ата-аналардың кітап алған кезде түрлі жасына сай емес кітаптар, жасына сай емес суреттер, және де әртүрлі мынандай бытқыштығы суреттерді бітіп бірге қатарынан бере салуы деген сияқты ондай суреттерді бермейміз. Балаға аюма тек қана аюдың суреті, қоянба тек қана қоянның суреті, және оның барлығы ұсталуға болатын тактильді болса, біреу осындай жұмсақ, біреу шуршащий, біреу сықырлақ, біреу тықырлақ, біреу жаңа пайеткадан жасалған, біреу фольгадан жасалған, частьтары болады, осындай бөліктері. Карточкаларды жеке дарап беріп көрсетсеңіздер болады. Біріншіден, суреті баланың алғашқы ассоциациясы, ол сөзді естиді. Сол сөзге ұғымына сай сіз суретті көрсеттіңіз. Яғни бала қоянды көрген кезде суреті қоянға ұқсайтындай кәдімгі сондай сурет болу керек. Түрлі кітаптарды қарап отырсаң, түрі совсем ұқсамайтын, қоян ба, ол мысық ба, ит па, түсініксіз сондай суреттер болады. Ондайды бермейміз. Өйткені бала ең бірінші сөз бен суреттің арасында байланысы орнап жатқан кезде ол нақты қоян ба, қоян сияқты нәрсе болу керек. Түлкі ма, түлкі сияқты нәрсе болу керек. Аю ма, аю сияқты нәрсе болу керек. Сондықтан кейде үлкен адамдардың өздері мына жануар танымай жатқан кезде жаңадан үйреніп жатқан сәбиге түсініксіз нәрсе беру қате. Сонымен біріншісі ол тактильді болу керек. Екіншісі дара сурет болу керек, моно суреттер. Міне қоян деген кезде мына жерде тауық та тұр, әтеш те тұр, ит те тұр, божья коровка да кетіп баратыр деген сияқты болмау керек. Моно суреттер тек қана балаға қоянды көрсеттіңіз ба, мына жерде тек қана қоян болу керек. Үшінші қателік, ата-аналар жасына сай емес кітаптар алады. Дәл қазір мына суретте тұрғандай, Мансұрда алғашқы кітаптарының бірі осындай кітаптар. Яғни фетрдан жасалған болуы мүмкін. Яғни ол кейде жаңағы губка тәріздес, бірақ жыртылмайтын, жұмсақ, тактильді кітаптар болады. Суға да түсіп кетсе де, тістеп жесе де ештеңе болмайды, және ұстаған кезде жыртылмайды. Мысалы, тартатын, салатын, өткізетін, жұлмалайтын әртүрлі нәрселері бар. Яғни аузына салып та көруге болады, тартып та көруге болады, сылдырлатып та көруге болады. Яғни баламен контакт орнатылу керек. Бала алдына берген нәрсені, тем более бұл кезде балаларда оральная фаза развития болып жатқан кезде барлығын через вкус көреді олар. Иіскеп көреді, ұстап көреді, жеп көреді, аузына тістеп көреді. Сондықтан осы кезде максимально баланың осындай байланысы болу керек, ол шарт. Одан кейінгі жіберетін тағы да қателік, мысалға кез келген анандай кітаптар бар ғой, ашқан кезде былай картинкалар шығатын өсіп. Ондай кітаптың барлығы өте тамаша, өте күшті, бірақ оның бәрі 3 жастан кейін
пайдалануға болатын кітап. 3 жасқа дейін ондай кітапты беріп қажет емес. Өйткені сіз оны ей тиме, жыртасың, ұстама, тартпа, жыртпа деген сияқты сізде уже запреттер пайда болады. Сіз оны алдыңыз, аштыңыз, бала тартты, жыртып тастады. Негізі бала оны түсінбейді ғой 3 жасқа дейін. Бірақ бала ана бүйтіп шыққан нәрсені ұстағысы келеді. Ал сізде уже запрет болады. Жыртасың, ұстама деген сияқты, оны әй тиме деген сияқты қарым-қатынас жасасаңыз, балада уже ол кітапты қызығып тұр, бірақ ұстай алмай тұрғаннан кейін балада отказ кетеді. Сондықтан бірінші кезде баланы жаңағыдай күшті нәрселерді көрсетіп, бірақ оны жыртқызбай, ұстама, тиме, жыртпаймыз, тимейміз деген сияқты сөздерді айту арқылы баланы дразнить еткендей боласыз, қызықтырып, бірақ бермей тұрған сияқты. Ондай нәрсе болмау керек. 3 жасқа дейін бала кітапты ұстап қарау керек, тартып, жыртып қарауға да жыртылмайтын, суға түссе ерімейтін, отқа түссе өртенбейтін, сондай сияқты кітаптарды балаға беріңіздер. Ал басқа кітаптарды кейін оқуға көрсетесіз. Біздің сүйікті кітаптарымыздың бірі осындай. Мен оны инстаграмда да көрсеткен едім. Потрогай, погладь. Негізі тактильный кітаптар десеңіздер, сенсорный кітаптар десеңіздер, Wildberries'те де, Каспиде де өте көп. Бір осы жердегі маған ұнайтыны, мысалға моно суреттер көріп тұрсыз ба? Күшік дейді, міне тек қана күшік қана сурет. Мына бетте күшік көрсетілген, мына бетте мінекей бұзау көрсетілген. Ол мына жер мінекей ұсталынады, матасы бар, сипап көруге болады балаға. 3 айдан бастап бере берсеңіздер болады, айтып, сипатып ұстап көруге болады. Осознанно уже бала 4-5 айда бұның барлығын түсінеді, сіздің айтқаныңызды қарайды. Мынаның барлығы, мінекей мысық бар, мына жерде ұстап көруге болатын. Бәрі жеке дара, бір-бірден тұр бір суретте. Мысалы, мысықты үйретіп жатқан кезде қасында күшік тұрған жоқ, көрдіңіз ғой жаңа айтқанымдай. Осындай әдемі жақсы кітаптар бір-бір бетте, бір-бір суреттен, және де міне қойды, осылай кітап ашылады, ортасында қошақаны бар, мінекей бәрі ұсталынады. 0-ден бастап 1 жасқа дейінгі аралықта балаларға осындай кітаптарды береміз. Жаңағы фетрдан жасалған кітаптар, мысалға матадан жасалған кітаптар бар. Ішіне есігін ашасың, жабасың. Мысалға мысық тұрады, мысық терезенің артында тұрады, терезесін ашса мысық бар. Ку-ку, қайда? Мысық қайда? Міне аш, жап деген сияқты осындай қылып ұстап көретін, тартып көретін осындай кітаптарды берсеңіздер, бала оны қызығушылықпен оқиды, ұстап қарайды, тартып қарайды. Уже 6 айдан кейін бастап, мысалға балада түсінік қалыптасады. Бала кітапты қалай оқу керек екенін түсінеді. Содан кейін үлкен басқаша да кітаптарға көшсеңіздер болады. Оның суреттерін анықтап, қарап, әртүрлі ертегілерді айтып бірге, өзіңіз ертегілер құрастырып айтып, осы жердегі әрекеттерді айтып, суретте не бар екенін анықтап, уже 6 айдан бастап күрделендіре бересіз, оқисыз. Енді келесі видеода мен сіздерге осы кітаптарды оқытқан кездегі баланың тіл дамуына көмектесетін грамматиканы көрсетемін, және де кітап оқудың 5 этапта ережесін көрсететін боламын. Осы арқылы балаларыңызға кітап оқып үйретсеңіздер, балаларыңыз кітапты сүйіп оқитын болады, және өзі сіздің артыңыздан қуып жүріп кітап оқуыңызды сұрайтын болады, және де кішкентай кезінен бастап дұрыс әдет қалыптастырасыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.